Сіз криптовалютаның арқасында байып кеткен адамдар туралы да, керісінше барлық қаржысынан айырылғандар туралы да естіген боларсыз. Бірақ бұл сандық алтынның артында не жатыр? Сәлем оқушылар, бүгін мен сіздерге криптовалюта деген не, ол қайдан шықты, неге халық арасында соншалықты танымал болды және не үшін виртуалды ақша жанкүйерлері видеокарталарды жаппай сатып алады. Осының бәрін мүмкіндігінше қарапайым әрі артық сөзбен түсіндіремін. Криптовалютаның тарихынан қысқаша шолатын болсақ, 2008 жылы Сатоши Накамото деген лақап атпен белгісіз адам немесе адамдар тобы жаңа электронды төлем жүйесі туралы құжат жариялады. Ал 2009 жылы алғашқы биткоин блогі жасалып, бірінші транзакция жүргізілді. Қызығы, алғашқы жылдары 10 000 биткоинге 2 пицца ғана сатып алуға болатын, ал қазір сол 10 000 биткоинге шағын мемлекет сатып алуға да болар еді деп айтуға болады. Әрине бұл әсірелеу, бірақ криптовалюталарының бағасын қаншалықты өскенін бәріміз көріп отырмыз. Криптовалюта 2008 жылғы қаржы дағдарысынан кейін пайда болды. Адамдар ешкім басқара алмайтын және құнсызданбайтын ақша түрін қалайды. Криптовалюта осы сұранысқа жауап болды. Блокчейн деген не? Қарапайым тілмен елестетсек, ақша бұл ортақ дәптердегі жазбалар сияқты. Банк сол дәптерді жалғыз өзі ұстап отырған бухгалтер. Ол кімге ақша жіберуге болатынын, кімге болмайтынын өзі шешеді және сол үшін комиссия алады. Ал блокчейнде бәрі басқаша. Дәптерді бір адам емес, бүкіл әлемдегі мыңдаған компьютер бірге жүргізеді. Әр төлемді олар бәрі бірге тексереді. Барлығы дұрыс болса, операция тізбекке қосылады. Сол тізбек блокчейн деп аталады. Мұнда ешкім жай ғана жаңа ақша басып шығара алмайды. Ешкім сіздің шотыңызды бұғаттай алмайды. Ешкім аударымды кері қайтара алмайды. Сіз өз ақшаңызға толық иесіз. Майнинг деген не? Жаңа криптовалюталар майнинг арқылы жасалады. Майнинг бұл күшті компьютерлердің күрделі математикалық есептерді шешуі. Әрі расталған операция үшін олар сыйақы алады. Сондықтан компьютер неғұрлым мықты болса, соғұрлым көп табады. Сол себепті видеокарталар тапшылығы пайда болды. Бірақ криптовалюта саны шектеулі. Мысалы, биткоин 21 миллионнан артық шығарылмайды. Бұл оны инфляциядан қорғайды. Мысалы, биткоиннің барлығы 21 миллионнан артық болмайды. Ал енді криптовалюта неге танымал деген сұраққа келсек, ең алдымен оның артықшылықтарына тоқталайық. Ең бірінші, банк пен мемлекетке тәуелсіздік. Қалаған адамға, қалаған жерге, қалаған соманы жібере аласыз. Екінші, ашықтық. Барлық транзакциялар көрінеді, бірақ кімнің аударғаны жасырын түрде. Үшінші, жеке мәлімет қажет емес. Аты жөніңіз не паспорт сұрамайды. Ал енді неге криптовалюта танымал? Ең алдымен оның артықшылығына тоқталсақ, банктерге тәуелді емессіз. Ақшаны кез келген жерге жылдам жіберуге болады. Комиссия аз. Транзакциялар ашық, бірақ пайдаланушы анонимді түрде болады. Кемшіліктеріне келсек, бағасы өте құбылмалы, тез өсіп, тез құлдырайды. Егер сіз кошелекке доступ жоғалтсаңыз, ақша мәңгі жоғалады. Қолдау қызметі жоқ, ешкім көмектеспейді. Мысалы, Джеймс Хаурис деген британдық программист 7500 биткоины бар дискті қоқысқа тастап алған. Егер бұл рас болса, өте өкінішті жағдай. Сонымен қатар кемшіліктері де бар. Бағасы өте құбылмалы. Бүгін өседі, ертең күрт құлайды. Құпия сөзді жоғалтсаңыз, ақша мәңгіге жоғалады. Қолдау орталығы жоқ, сол себепті сізге ешкімде көмектесе алмайды. Мысалы, британдық программист Джеймс Хаурис 7500 биткоин сақталған дискіні қоқысқа тастап алған. Бүгін ол миллиардтаған теңге тұрады. Сонымен криптовалюта бұл жай ғана интернеттегі ақша емес. Бұл адамдарға қаржылық еркіндікті беруді мақсат еткен жаңа жүйе. Бірақ еркіндікпен бірге жауапкершілік те келеді.
Криптовалюта жалпы банкке тәуелсіз, әлемнің кез келген нүктесіне лезде аударылады. Көшбасшысы блокчейн технологиясы өте сенімді. Алайда баға тұрақсыз. Қателессең ақшаны ешкім қайтармайды. Инвестиция тәуекелі жоғары. Сондықтан криптовалютаға қарағанда бұл тек ақша табу жолы емес, түсіністік пен білім талап ететін сала. Егер сіз бұл тақырыпты зерттеп, түсініп, салмақтап шешім қабылдасаңыз, онда криптовалюта сіз үшін мүмкіндік болуы мүмкін. Ал егер тез байысам болды деген оймен келсеңіз, онда бұл қауіп болуы ықтимал. Сондықтан ең басты қағида, сіз жоғалтсаңыз да өкінбейтін соманы ғана салыңыз. Ал қалғаны білім мен талдауды қажет етеді. Егер бұл ақпарат сіздерге пайдалы болса, пікір қалдырыңыздар. Алда бұдан да қызықты тақырыптар болады деген сенімдемін.